Сәлеметсіздер. Адамзаттың ұзақ жасауына қарай енді адамдарда мына ауру, яғни алжу ауру, меңіреу ауру дейміз ғой. Сол барған сайын 2-3 есе көбейеді деп жатыр. Кейін 90-ға 100-ге келген кезде, бәлкім 80 жаста да, кейбір адамдар әзір 65 жаста да байқап жатқандар өте көп, тіпті 55 жаста да бар. Сонда бұл енді адам жас ұлғайған сайын мида қартаяды деген соған ілесіп, адамның есте сақтау қабілеті күрт төмендейді, тіпті ауыр дәрежеде болғанда үлкен кіші дәретін өзі басқара алмай қалады. Дәл осыған алаңдайтын адамдар да өте көп. Енді бұдан алаңдамаңыздар. Мына бір зерттеу мақаласына қараңыздар. Егер дейді, адамның аяғының күш қуаты қаншалық күшті болса, онда мидың қызметі соншалық күшті болады. Есте сақтау қабілетіңіз де сонша керемет болады, сіздің ойлау қабілетіңіз де тез болады, миыңыз да өте қырағылық болады екен. Онда мына зерттеуге қарап көрейік. Аяқтың күші деп отырған әрине сан менен балтырдағы бұлшықетті айтып отыр негізінен. Яғни адамның саны менен балтырдағы бұлшықет қаншалық күшті болса, қаншалық көп болса, онда біздің миға беретін әсері де өте жақсы болады деген сөз. Сонда мына зерттеуде 324 егіз әйел, мөлшермен жасы 43 пенен 73 жас аралығындағы әйел кісілерге 10 неше жылдық артынан еріп зерттеу жасағанда, яғни 43 жастан бастап кейбір егіз әйелдің біреуі бәлкім дене тәрбиемен, жаттығумен шұғылданған болуы мүмкін. Яғни көп әрекеті жоқ болуы мүмкін. Енді бір әйелдер, егіз әйелдің біреуі көп әрекет қылып, немесе жаттығулар алып қалған болуы мүмкін. Сол барыста 10 жылдан кейін бұл кісілердің миын рәсми MRI бар ғой, МРТ деп қоямыз, ХЦ гүңжіңға салған. Сол кездегі мына мидың қара сұр заты көбейген екен де, мына аяғының бұлшықеті көп болған әйелдердің, яғни аяғының күш қуаты күшейген әйелдердің мына ХЦ-дағы, MRI-дағы gray matter дейді, қара сұр заты көбірек болған екен де. Бұл gray matter көп болған сайын адамның ми қуаты жақсы болады деген сөз. Сонда жаңағы әрекет жасамаған әйелдердің миын MRI-ға салған кезде, ХЦ-ға салған кезде, ол кісілердің қара сұр заты оншалық көбеймеген. Одан кейін ми солу мөлшері өте жоғары болған деген сөз. Ал енді жаңағы аяқтың күш қуаты бұлшықеті жақсы әйелдердің жаңағы MRI-ға салған кездегі қара сұр заты көбейген, әрі мидың қызметі өте жақсы болған. Әрине мына жерде адамның жасы ұлғайған сайын, әсіресе 65-тен асқан сайын мидың солуы көрнекті түрде тездейді. Бірақ ол адамның жаңағы өміріне әсер қылмайды да, ол табиғи болатын нәрсе. Кейбір ХЦ-ға қараған кезде, MRI-ға қараған кезде ми солып болады табиғи түрде. Ол енді амал жоқ. Ол енді табиғи қартаюда болатын жағдай. Яғни бетімізге әжім түскен секілді мида солу пайда болады. Бірақ ол үлкен жақтан біздің ми қуатымызға әсер қылмайды. Бірақ жаңағы бұлшықет жақсы болған сайын аяқтың, сол адамдардың ойлау қабілеті тез, есте сақтау қабілеті жақсы, жаңағыдай алжу ауру болу мүмкіншілігі өте төмен болады деген сөз. Сондықтан мына жерде қандай әрекет істейміз? Әрине амал бар. Біздің орнынан отырып тұру ғой. Содан сквот деп қояды. Сол орнынан отырып тұру, одан кейін бетке жаяу жүру. Яғни біз бұрын үлкен кісілер енді негізінен тауларда жүрді ғой. Тауларға қарсы жүру, яғни. Әзір бізде көп тау жоқ болғанда қайтамыз. Баспалдаққа өткенде айттық қой. 5 қабаттық баспалдаққа шығып тұру, сол аяққа күш келеді. Үстіңгі денеге қарағанда аяққа келген күш қуат, аяқтың күшті болуы миға көрнекті түрде әсер қылады екен. Бұның қандай ғылыми негізі бар дегенде, бірінші себебі болса, мына адамның аяғының бұлшықеті көбейген сайын, мына BDNF деген миға пайдалы зат бар. Яғни деген зат көбейді екен де, бұл бүкіл нейрондарды жетілдіретін маңызды, кем болса болмайтын зат. Адам жасы ұлғайған сайын BDNF-тің мөлшері төмендеп кетеді. Сол мидың да қызметі төмендейді деген сөз. Бұл аяқтың бұлшықеті жаңағы BDNF-тің көбеюіне көмектеседі екен. Екінші себеп болса, аяқтың бұлшықеті көбейген сайын қан тамырдан бүкіл қан айлан жақсарады екен де, қанды ығыстыру мөлшері күшейеді. Яғни жүректен миға баратын қан көбейеді деген сөз. Бүкіл мидағы әрбір клеткалар қан тамыр арқылы азықтық қоректік алады деген сөз. Одан кейін аяқтың бұлшықеті қанша күшейген сайын мидағы мына хиппокампус деген орталық бар. Адамның есте сақтау қабілетін басқаратын орталық. Сол оңайшылықпен солмайды екен де. Әдетте мына хиппокампус деген орталық солып кетсе, адамның есте сақтау қабілеті бірақ төмендеп кетеді. Соны күшейтеді екен да. Енді біреу қанша аяқтың бұлшықеті күшейген сайын адам денесіндегі мына қабыну төмендейді екен. Қабыну төмендейді деген сөз, мидағы қабыну да төмендейді деген сөз. Сонда осы себептерден жаңағы мидың қызметін күшейтетін. Онда бүгіннен бастап әйтеу аяғыңыздың бұлшықетін күшейтетін әрқандай әрекетті істей берсеңіз бола береді. Орнынан отырып тұруды болса да болады, басқалда шығып түсу болса да болады, белсебет айдау болса да болады,
әйтеуір өзіңіз қалай сезінсеңіз, аяқ бұлшықетіңізді күшейтуді пайдалы деген әрекетті сезінсеңіз, соған қарай істесеңіз болады.